Мысалы бір ұлттың көзін жойып жүру үшін екінші ұлтты сатып қаламыз. Миллиондаған адамның қаны бар. Адам өз мәдениетінің құрбан екенін біз сендіруіміз керек. Тойға дайындыққа емес, ойға дайындыққа көшуіміз керек. Керек емес информациялар. Біздің жастарға керек емес дүниелер. Неге біз әлі күнге дейін тойдан басқа ештеңе ойлап тапқан жоқпыз? Бүгінгі таңда қазақ қоғамында талқыланатын басты мәселелер саясат, той, әншілердің өмірі, спорт. Тойды алып қарайық. Тойшыл қауымда қараңызшы. Бір той беру мақсатында кредит алып, қарызға кіріп, сондағы ойлайтыны не? Тойдан кейінгі елдің сөзі, елдің көзқарасы. Яғни біреудің көзқарасы үшін, біреудің ойы үшін тойды әдемі жасау керек. Мақсат не? Тойға дейінгіні айтпай қойық, мақұл қарыз. Тойдан кейінгі сөздердің өзі, оның дастарханы қалай болды, ол қандай әнші шақырды, ол қандай көлік жалдап мінді, қандай асаба жалдап, қандай ауылда асаба шақырды. Сынайтын нәрселер осы. Біз не талқылап жатырмыз? Теледидарда не болып жатқанына сенбе. Тоңазытқышта, яғни холодильникте не бар, соған сен деген сөз бар. Бүгінгі спортты алып қарайықшы. Бүгінгі спорттың түріне қарасаңыз, екі боксерді алыңыз, болмаса екі жекпе-жек, ММА дейді ғой. Бір-бірін итше талап жатқан, бір-бірін қанға бұқтырып жатқан екі спортшыны көресіз. Біз тағы да айтып қоямыз, цивилизациялық мемлекет, яғни өркениетті мемлекет дейміз. Қайдағы өркениет? Бізде мынаны әскерлер, бізде мынандай полициялар, бізде мынандай спортшылар, бұрынғы гладиаторлар тұрған кезде біз цивилизациялық мемлекетке айналмайды. Ал әншілерге қарайықшы. Әншілер мен актерлар, мысалы әншілерді алайық, репертуарын мағынасы әндермен толтырып жатыр. Сэмюэл Л. Джексонның мынандай сөзі бар ғой. Біз дейді қаражатты мұғалімдерге бөлгенімізде болашақта қоғам ақылды адамдармен толығар еді. Мағынасы әндермен емес. Бүгінгі әншілердің де сиқымыз мынау. Той бизнес дейді. Тек қана әндердің барлығы тойдың көлемінде. Шоу бизнестегі әншілер ол бөлек тақырып. Саясатты алып қараңыз. Бүгінгі біздің саясатты сынау түріміз былай. Қарны қамбиған әкімдер, ұйықтап жатқан депутаттар, айдалаға шашылып жатқан миллиардтар, халық үкіметті сынайды. Біз араб мемлекетіне ұқсамаймыз, неге деп сынайды. Неге біз бай болмаймыз, сол сияқты біздің мұнайымыз бар дейді. Жатып тегін асқа тік қасық болғысы келеді. Онда жұмыс істемей ақша тапқысы келеді ғой бәрі. Барлығы жатып ақша тапқысы келеді. Бұның мағынасы біреу ақ. Бұл жалқаулық. Ойланғысы келмейді. Ғылыммен айналысқысы келмейді. Аға буыннан ақыл күтеміз, аға буын жоқ ақыл беретін. Оқыңдар, білім алыңдар деп айтады. Банан әңгіме ғой. Нені оқу керек? Нақты қандай ғылыммен айналысу керек айтатын аға буын жоқ. Нақты жол көрсете алмайды. Нақты жол көрсете алмайды. Сен осылай істесің, да осыны істесің, осындай бағытта кетесің, дамисың деп. Жоқ, оқыңдар, білімдер, ол жауап емес. Қоғамымызда ғылыммен айналысқандар бар, бірақ ғалымдар жоқ. Атқа мінгендер бар, бірақ қайраткерлер жоқ. Қалам ұстағандар бар да, бірақ жазушылар жоқ. Бүгінгі мектеп айналасындағы білім беру жүйесін қараңыз. Образование дейді ғой. Мектеп бір үлкен механизмнің бір бөлшегі ретінде дайындап шығады. Плотник, инженер, архитектор, дәрігер, полиция болмаса. Тек қана бір ғана жүйемен. Біз универсал адамдар дайындауымыз керек. Бірде-бір мектеп, бірде-бір жоғары оқу орны жоқ. Адамды универсал қылып дайындайтын. Тарихтың цивилизациясының қалай дамығанын түсіндіретін бірде-бір оқу орны жоқ. Бізде нақты ғылымдар ешкім түсіндірген жоқ. Нақты профессияны түсіндіреді, мамандықты оқып шығады. Бірақ ол мамандық болашақта жойылып кетсе, ол адам немен қоректенеді? Олардың мәселесі емес қой, олардың проблемасы, біздің проблема емес деп. Қоғамның бүгінгі таңда дамып жатқаны соншалық біз үлгере алмаймыз. Мамандықтар күннен күнге жұтылып бара жатыр. Қазір әскерді алып қараңыз. Қазір білесіз, пулемет шыққан. Айдала тұрса оқ атылмайды, тек адамға мишенге тиксе ғана оқ атылады. Яғни біздер әскерлер роботтанып бара жатыр, ал қару-жарақтар ақылда болып бара жатыр.
болашақта әскердің де керегі болмай қалады дейсіз ба? Иә, дұрыс айтасыз. Жапония 80-90 жылдары антимилитаризация жүргізген кезде экономический бум болды ғой. Ендеше әділеттілік іздеп әуре болма дейсіз ғой. Әділеттілік, әділетсіздік деген іздеп әуре болу керек жоқ. Бір мысалмен келтірейін. Мысалы, америкалықтар жапондардың жапон етін жеуге, киіт етін жеуге қарсы. Бірақ жапондықтардың сол киіт еті мен балық етінен жейтін басқа қорегі жоқ. Өзімізді алып қарайық, жылқы етін жейміз. Жылқы етін жеуге қарсы мемлекеттер көп, елдер көп. Жапондықтар киіт, балық етімен тамақтанады. Қытайлар бақа, жылан етімен тамақтанады. Француздар бар енді, сингапурлықтар бар. Еуропа мемлекеттері жалпы орыс халықтары торай етімен тамақтанады. Бірақ олардың осы кезге дейінгі олардың тағамы қорегі болып келгенін біреу ойлап қарады ма? Олардың соның қорегі жергілікті тамағы, жейтін, ішетін асы. Біз тұрдық та әлемнің 70% харам деп шығара салдық. Бұл әлем мәдени өнім. Әркім өз көрпесін өзіне тартады. Әділеттілік деп өз қоғамда болып жатқан нәрсені айтып, басқаларды әділетсіздікке шығарып жібереді. Дұрыс айтасыз. Ендеше жапондықтардың киіт өлтірмеуіне қарсы шықтық, басқалардың басқасын өлтірмеуге қарсы шықтық. Онда біз де өлтірмеуіміз керек. Бүкіл жәндіктер мен жануарларды өлтіруге қарсы тұрмыз. Онда біз төрттіліктен бас тартуға тура келеді. Әділеттілікті іздеудің мүлдем керегі жоқ. Бізде құндылықтар жүйесі қалай? Бізде былай үйретеді. Мысалы, Қытай, Корей, Жапон мемлекетін көрсе, бірақ сөзбен қызық көздері ғой дей салады. Қара нәсілдерді көрсе, африкалықтар болсын, оңтүстік Африка болсын, қара нәсілдер көп қой, Амазонка болсын. Негрлер дейді болмаса, қаралар деп бөле салады. Бір ауылдың міндеттері бір есіген біреу болады, білесіз ғой? Яғни есі кішкене тартылай туылған біреу болады. Сол балаға жасаған ауылдың балдарының іс-әрекеттерін көрсеңіз, жаныңыз түршігеді, істеген тірлігіне көрсеңіз. Тәрбие ма біздің беріп жатқан? Біздің құндылықтар жүйесі қайда қарай бара жатыр? Болмаса қайдан бастау алды? Не болып жатыр? Сол шынайы. Не болу керек сіздің ойыңызда? Ол шынайы емес. Әлем, бүкіл әлем орнында. Сіздің қоғамға бір нәрсе болған. Сіздің қоғамда ауру бар деген сөз. Адам өзінің қоғамында бір нәрсе болып жатады да, келеңсіз жағдайлар. Бүкіл әлемді кінәлайды. Әлем не болып кетті дейді. Әлем ештеңе болған жоқ. Сіздің қоғамда бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Біз жүздеген жыл бұрын жаралған тілдермен сөйлейміз. Ескілігі соншалық. Бірімізді түсіну қиын. Адамдарға демалыс күндеріңіз сәтті болсын деп тілейміз. Неге біз барлық күндеріңіз сәтті өтсін деп тілемейміз? Өміріңіз сәтті болсын деп тілемейміз? Мәдени термин. Мәдени термин. Дінде де тура сондай. Ол кітапта бұлай айтқан, бұл кітапта бұлай айтқан. Жоқ, бұл жерде бұлай талқыланған деген. Сондықтан біздің қоғамда салафиттер, ваххабистер, тағы да бөліктер. Яғни біздің Қазақстанда 70 штамп бар екен. Нақты келіп түсіндіретін нәрсе ол ғылым. Бір-ақ тілде сөйлейді. Бір ғылымда бір формула шықса, бүкіл әлемге таратсаңыз, барлығы бірдей түсінеді. Әрқайсысы әртүрлі түсінбейді. Өйткені тәжірибе мен логикаға негізделгендіктен, ол дәлелденгендіктен барлығы түсінеді. Эйнштейннің е бөлінген немесе квадратын алып басқа жерге өтсең, басқаша түсінбейді. Барлығы бірдей түсінеді. Егер химик бір жаңалық ашатын болса, формула ашатын болса, оны қай тілге аударсаң да, барлығы бірдей түсінеді. Технология тілдері де сондай. Біз ескірген тілдермен сөйлейміз. Адам діншіл болған сайын дейді, өзге адамның құқығын шектей береді. Жаңа біз айттым ғой, ғылым тілдері, математика, инженерия болсын, химия саласы, басқа ғылымға қатысты бүкіл салада математика болсын, тілдері түсінікті, қай тілге аударсаң да. Біз бір-бірімізбен сөйлеспейміз, біз бір-бірімізге айтамыз. Біздің тіл коммуникативті тіл емес, түсініксіз бір-бірімізге. Бүгінгі бастауыш мектебін алайықшы. Мұғалім оқушыдан сұраған кезде, мен саған айтқаным осы ма еді деп жауап береді. Мен саған осыны түсіндірдім ба? Олай емес деп жауап береді. Тырнақша алып тыңдай беріңіз сөздерді. Яғни бұл жауап емес балаға. Бала түсінбеді ма, қайталау керек. Болмаса түсіндіру керек. Біздің сөздердің ескірген соншалық. Мысалы, махаббатты алып қарайық. Біз өзімізге деген махаббатымызды талқылап көрейікші. Бір кезде өзімізді жақсы көреміз, бір кезде өзімізді жек көреміз, бір кезде орташа. Неге? Өйткені махаббат деген тұрақты нәрсе емес. Колеблется дейді, яғни бұл махаббат міндеті өзгеріп отырады. Біреуге деген махаббатың да тура сондай. Сіздің жұбыңызға деген махаббатыңыз да сондай. Бір кезде сен оны жақсы көріп тұрасың, бір кезде жек көріп кетесің, бір кезде орташа. Неге? Өйткені махаббат үнемі тұрақты болмайды. Егер Мәжнүн Ләйлені бір түсі жоқ күйінде көрсе, ол ғашық болу екіталай. Яғни сүйекке де байлап қалуы мүмкін махаббат дегеніміз. Ләйлі просто барлық жерде сау болып көрінді да, оған сосын жақсы көріп қалды. Алдыңғы тісі болмағанда Ләйлінің мүмкін Мәжнүн оған қарамаса кетер еді. Біз қоғам тәрбиелейді. Махаббатты да бізге қоғам үйреткен. Өз мәдениетіміз құрбанымыз ғой, бұл айтқанда. Егер сен дене бітімі әдемі қыздарға қызығасың, фитнеске баратын, мысалы алайық. Бірақ үйленген кезде сәл толықтау, ақылы батып қызға үйлендім. Егер сен дене бітімі бар қызға қайта-қайта қарай бересің, сен жұбың ренжиді саған, жұбайың дейсің. Өйткені сенің көзқарасыңды қалыптастырып қойған ортаң, достарың айтты ма білмеймін, онда саудалауға болмайды. Біз соны өсектейміз. Яғни бұл айтқанда адамды кінәлаудың керегі жоқ. Жаман адам жоқ, жақсы адам жоқ.
шығармашылық адам жоқ, еңбекқор адам жоқ, жалқау адам жоқ. Оны біз мәдениет қалыптастырып берді бізге. Сен жалқаусың, сен жамансың деп бөліп.